Сәлем баршаңызға. Бүгін тауық етінен оңай жасалатын тағам. 3 қана ингредиенттен тұратын және өте пайдалы тағам. Жасалу жолы да оңай және уақытта көп кетпейді. Бұл жерде бізде 1 килограмм тауықтың төс еті жақсылап сулап, яғни размороз етіп, одан кейін турап бастаймыз. Үлкенірек 4 бұрыштап тураймыз. Кейбір кішкентай сүйектерден ажыратып, тазартып аламыз. Яғни сүйекті алып тастаймыз. Барынша біркелкі етіп тураймыз. Табамызды қатты отта қыздырамыз және ішіне су май құямыз, яғни подсолнечное масло. 3 ас қасық бізге жеткілікті. Қызып тұрған табадағы майға дайын болған тауықтың төс етін біркелкі етіп саламыз, яғни қуырып бастаймыз. Тауық етінің қуырылу уақыты 10-15 минут. Өзіңіз қарайсыз, жан жағы қызарып бастап жатқан кезде қасықпен етті аударамыз. Осылай қуырып отырып, тұз саламыз, одан кейін паприка саламыз, одан кейін қалауларыңызға қарай әмбебап приправасын салсаңыз болады. Немесе кепкен сарымсақтың ұнтағы, яғни сушеный чеснок. Бұның барлығы тамаққа керемет иіспен керемет дәм береді. Осылай жақсылап қуырып, араластырып отырамыз. Келесі ингредиентіміз ол біздің брокколи. Брокколи капустасын алдымен жақсылап кесіп аламыз. Түп жағынан бір кесеміз, одан кейін бірнеше бөліктерге өзінің сабағына қарай бөлеміз. Бірнеше ірі бөліктерге бөлеміз, өте майдалап турамаймыз. Брокколидің тамыр жағын бірнеше бөлікке бөлеміз, өйткені ол жері желінеді және өте дәмді болады. Содан кейін шағын кастрюлямызға суды құйып, қайнатамыз. Қайнатқаннан кейін дайын болған, яғни туралған брокколиді ішіне саламыз және кастрюлямыздың крышкасын жабуды ұмытпаймыз. Бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін 2 минуттан кейін қасықпен немесе сүзгішпен осы брокколиді сүзіп аламыз. Достар, каналымыздың дамуына үлестеріңізді қосу мақсатында подписаться кнопкасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Және кішкене шай қасықтың жартысынан ас содасын салып араластырамыз. Сонда біздің брокколиміз, капустамыз таза болып шығады және дәмді болып шығады. 2 минутта бұқтырылып қайнап шықты. Брокколиді осылай қасықпен алып алсаңыздар болады, немесе сүзгішпен алсаңыз болады. Табада біздің тауық еті жақсылап қуырылды. Енді үстіне сметана, яғни қаймақ саламыз. Қаймақты барынша көбірек салсаңыз болады. Өте сондай дәм береді, нәзік дәм береді. Ал егер ішіне қақталған сарымсақ салған болсаңыз, сушеный чеснок, тіптен керемет дәм шығады. Және бұл тағам өте пайдалы және тез жасалады. Кешкі асқа жасасаңыздар болады. Асқазанға жеңіл тамақ. Достар, поделиться кнопкасын басып, осы видеоның ссылкасымен WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Қаймағыңыз қоюлау болса, табаның түбі жабыспасын деп, 1-1,5 кесе қайнаған су құйсаңыз болады. Сонда біздің подливіміз тауықтан жасалған сұйықтау болып шығады. Бұл тағам арықтататын тағамға жатады, сондай жеңіл жасалады. Кешкі асқа оңай және өте пайдалы және тойымды тамақ. Тауығыңызды 10-15 минутта табада қуырғаннан кейін, тағы да 15 минут немесе 20 минут бұқтырып алсаңыз болады. Себебі тауық еті қаттырақ болады.
бұқтырсаңыз жұмсақ боп шығады. Сіздермен болған Смағұлова еңлік. Астарыңыз дәмді болсын.